Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес қоршаған ортаны қорғау бөлімі Сырдария аудандық ветеринариялық станциясының үшін қоршаған орта ластаушы заттардың жол берілетін шығындылары нормативтерінің жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылады. 2021 жылы 3 тамыздағы 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 20 тармағын басшылыққа ала отырып, мен Мұратбек Серікбол, Сәкен Сейфуллин ауылдық округі әкімдігінің әдіскері, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдаулардың төрағасы боламын. Тыңдаулар төрағасының құқықтарына ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысушыларыңызды сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Сырдария аудандық ветеринариялық станция маманы Құрманаев Азамат қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз болса, қолдаймын, қарсымын қалыс қалды деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Осылайша көпшіліктің дауысымен Құрманаев Азамат қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференция арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентінің сіздің назарыңызға жеткіземін. Іс-шаралар: қоғамдық тыңдауға қатысушылар тіркеу, кіріспе сөз, тыңдаулардың хатшысын таңдау, регламентті бекіту, қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есепті баяндама, сұрақтар мен жауаптар сессиясы, қорытынды жасау, қоғамдық тыңдаулардың жабылуы. Аталған регламентке дауыс беруіңізді және бекітуіңізді сұраймын. Қолдаймын, қарсымын, қалыс қаламын. Бейне және фото түсірілім жүргізіліп жатқан естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарды қоюларыңызды сұраймын. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар хаттамасына енгізіледі. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюыңызды сұраймыз. Сөз сөйлеушілерді бөлуі сыпайы болды. Іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймын. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстырып және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымыңызды айтуды сұраймыз. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есепті әзірлеуші өкілі баяндамашы Бекиева Алеке Орынбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, менің атым Бекиева Алеке Орынбекқызы. Бүгін сіздерге Сырдария аудандық ветеринарлық станциясы үшін қоршаған ортаға ластаушы заттардың рұқсат етілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шаралары жоспары бойынша есебін таныстыратын боламын. Оператор туралы жалпы мәлімет. Оператор қызметінің негізгі саласы жануарлар ауруларының алдын алу және жою жөніндегі ветеринариялық профилактикалық іс-шаралар, ауыл шаруашылығы жануарларын таңбалау, чиптеу, таңбалау рәсімдерін жүргізу, жануарлардың жұқпалы аурулары туындаған жағдайда инфекция ошақтарын тез жою мақсатында карантиндік және басқа да ветеринариялық санитариялық іс-шараларды жүргізу, медициналық және санитарлық мекемелермен бірлесе отырып халықты жануарлар мен адамдарға ортақ аурулардан қорғау бойынша іс-шаралар өткізеді. Қазақстан Республикасының үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес аса қауіпті жұқпалы аурулардың ошақтарын жою мақсатында ауру жануарларды жою және сою жөніндегі ветеринариялық санитарлық іс-шаралар жүргізу. Жобаны әзірлеу мақсаты. Бұл жобаны әзірлеу мақсаты табиғатты пайдалану жағдайларының өзгеруіне, яғни атмосфераның ластануының жаңа көздерін анықтауға байланысты жүргізілді. Жоспарланған жұмыстар кезеңінде атмосфералық ауа әсерін бағалау. Аталмыш жобаны іске асыру кезінде барлығы 64 стационарлық көздер анықталды, оның 38 ұйымдастырылған, 26-сы ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау кезінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатындығын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрацияның аз болатындығын көрсетті. Кәсіпорын бойынша 2025 және 2034 жылдарға арналған жалпы жылдық шығарындылар 21 тоннаны құрайды және оларды Сырдария аудандық ветеринарлық станциясы үшін шекті жол берілетін шығарындылар нормативтер ретінде қабылдау ұсынылады. Кәсіпорынның балансында Сырдария ауданының аумағында бір ветеринарлық станция және 13 ветеринариялық пункт бар.
ветеринарлық пункттер аймағында 1 крематорий, 1 жылжымалы инсинератор және 8 ветеринарлық пункттің аймағында биотермиялық шұңқырлар орнатылған. 2025 және 2034 жылдарға арналған қалдықтарды жинақтау лимиттері және қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы. Өмірлік циклдың барлық кезеңдерінде қалдықтардың түзілуін, қозғалысын есепке алу және бақылау жүйесін оңтайландыру, қалдықтарды физика-химиялық қасиеттері бойынша сұрыптау, сәйкес келмейтін қалдықтарды қосымша қайта өңдеуге жіберу, өндіріс және тұтыну қалдықтарының мамандандырылған компанияларға уақытылы берілуін бақылау, қалдықтарды жинақтау және қалдықтарды кейіннен кәдеге жарату, қайта өңдеу немесе жою үшін арнайы белгіленген орындарда жинау. Жоғарыда айтылған қалдықтарды басқару бағдарламасын орындаған кезде бұл қоршаған орта компоненттерінің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. Қоршаған ортаны қорғау жөнінде 2025 және 2034 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары, шекарадағы атмосфералық ауаға шығарындылардың әсерін аспаптық бақылау, автокөліктің уыттылығын тексеру, техникалық су шығынын есепке алуды енгізу, аумақты санитарлық қорғау және аймағын қоқыстан тазарту, аумақты абаттандыру және көгалдандыру, өндірісті экологиялық бақылау бойынша есептер жасау, экологиялық ағартумен айналысатын мамандардың біліктілігін арттыру, экологиялық мерзімді басылымдарға жазылу, көрнекі үгіт плакаттар мен қоршаған ортаны қорғау жөнінде құралдарды сатып алу. Осы шараларды сақтау жоспарланған жұмыстар кезеңіндегі қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Одан кейін өндірісті экологиялық бақылау бағдарламасы. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 182 бабына сәйкес өндірісті экологиялық бақылаудың мақсаттары: ішкі экологиялық саясатқа, қоршаған ортаға ықтимал әсер ететін өндірістік процестерді бақылауға және реттеуге қатысты шешімдер қабылдау үшін ақпарат алу, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, өндірістік процестердің қоршаған орта адамдардың өміріне және денсаулығына теріс әсерін барынша азайтуға, табиғи және энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру, штаттан тыс жағдайларға жедел алдын алуға ден қою, объектінің операторлары, басшылары мен қызметкерлерінің экологиялық ақпараттылығы мен жауапкершілігін неғұрлым жоғары деңгейін қалыптастыру және кәсіпорынның экологиялық қызметі туралы жұртшылықты хабардар ету, сонымен қатар экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін арттыру. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындылар жасауға болады. Рұқсат етілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсерді қысқарту мақсатында орындалды. Осы жобада технологиялық процестерді қоршаған орта компоненттеріне әсері қарастырылып бағаланады. Жүргізілген жұмыстарды талдау көрсеткендей, осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсері тек жоспарланған жұмыстар аумағына ғана, яғни атмосфералық ауасына әсер етеді. Кәсіпорынның топыраққа және өсімдіктерге, жануарлар әлеміне әсері шамалы. Бұл компоненттерге объектілердің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Ұсынылатын іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттеріне теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен, төлемдермен және жергілікті қалпына келтірумен өтелетін болады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асыруда қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның пайдалануға елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Тұтастай алғанда, болжамды жұмыстар ауданындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау, табиғатты қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айеткүл Орынбекқызы. Жоба бойынша ұсыныстар, сұрақтар, түсініктемелеріңіз бар болса, сіз оларды ұсынылатын ұйымның атауын, өкілдің тегін аты мен әкесінің атын, лауазымын көрсете отырып қоя аласыз. Тағы сұрақтар, ұсыныстар, ескертулеріңіз бар ма? Алмасыз сұрақ бар ма? Алмахан. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Менде сұрақ жоқ, бірақ ескертулер экспертиза барысында беріледі. Жақсы. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды жабық деп жариялаймын. Осы уақыт тауып белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Аман саулықта болайық. Жақсы, рахмет.